Сәлем, YouTube оқырмандар. Менің арнама қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытып кетпеңіздер. Анаға бір ауыз сөз. Ана таңғы намаздан кейін терезе алдына келіп отыратын әдетке айналды. Қолындағы ескі телефонын қайта-қайта қарайды. Үміті бір ғана қоңырау. Ұлы қалада, үлкен қызметте, жақсы өмір сүріп жатыр. Ал анасы ауылда, баяғы үйде, баяғы жүрекпен өмір кешіп жүр. Жұмысы көп шығар деп өзін жұбататын күн сайын. Кейде ана есік алдына шығып, жолға қарайды. Біреу келіп қалғандай елеңдейді. Бірақ келетін ешкім жоқ. Ұлы сирек хабарласатын. Хабарласса да, амансың ба деп қоя салатын. Ал анасы, шүкір балам, өзің аман бол, дейтін. Көп сөз айтпайтын, ренжімегендей көрінетін. Бірақ түнде жастығы су болатын. Күндердің бір күні ана ауырып қалады. Дәрі алуға ақшасы жетпейді. Көршісі балаңды шақыр деді. Ана басын шайқады. Уайымдап қалар деді. Бірақ сол түні ана баласының бала кезін еске алады. Алғаш қадам жасағанын, алғаш ана дегенін, құлап жылағанда көтеріп алған сәттерін, сол күндер қайтып келмейді екен ғой, деді сыбырлап. Таң атпай ана бұл дүниемен қоштасты. Ұлына хабар кеш жетті. Ауылға асығып келгенде үй тым-тырыс еді. Есіктің алдында көршілер ғана тұр. Ұлы үйге кіріп, анасының иісі қалған бөлмеде тұрып қалды. Төрдегі ескі сандықты ашқанда бір жапырақ қағазды тапты. Хатта былай жазылған еді. Балам, сенен байлық та, атақ та сұраған емеспін. Тек анда-санда даусыңды естісем деген арманым бар еді. Егер бір кездері көңіліңе кірбең салсам, кешір. Мен сені бәрібір жақсы көремін, деді. Ұлы хатты қолына ұстап отырып, үнсіз жылады. Даусы шықпады. Көз жасы ғана сөйлейді. Ол сол сәтте түсінді. Анаға уақытында айтылмаған бір ауыз сөз кейін өмір бойы жүректі ауыртады екен. Ана тірі кезде қадірін біл, бір ауыз жылы сөз, бір өмірге жететін сауап. Аналарыңыздың тірі кезінде қадірін біліңіздер. Бір мен сені жақсы көрем деген сөзді айтуды ұмытпаңыздар.